тигіт, лил, мим. Яғни біз к, н, т, л, м әріптерін өттік. Алғашқы 5 әріп. Енді ары қарай тағы да 5 әріпті бүгін қосып өтеміз. Сонымен 10 әріп жаттаймыз. Бүгін өтетін әріптеріміз: біріншісі ең алғашқы әріп пип, немесе п десек болады қазақша. Кей сөздерде б деп те оқылады. Сөздің ортасында немесе аяғында келгеніне байланысты. Келесі әрпіміз счет, с әрпі, иң, ың әрпі бұл қазақ тілінде бар әрпе. Чет, ж, сосын чет, ч әрпі. Енді жазылуларына назар аударамыз. Пип әрпі қалай жазылады? Жоғарыдан төмен, солдан оңға. Бұл пип әрпі. Келесі счет. Бір таяқша, тағы бір таяқша. Яғни шатырға ұқсайды. Келесі иң әрпі, яғни ың әрпі, кәдімгі дөңгелек. Жет, ж әрпі. Оңға қарай сызық сызамыз, төменге түсіреміз. Тағы сызық. Мынау с әрпіне ұқсайды, бірақ төбесінде тек таяқшасы бар. Және соңғы әріп ч. Чит әрпі. Дәл ж сияқты, бірақ төбесінде таяқшасы бар. Олай болатын болса, тағы өткен сабақтағыдай осы әріптерді кішігірім тапсырма үйде дәптерде жолдың соңына шейін жазып үйренеміз. П әрпі. С. Жолдың соңына шейін жазасыздар. Ың немесе иң. Ж, жит әрпі. Және ч әрпі. Чит. Жарайсыздар достар. Тағы қайталап өтейік. П, С, ың, Ж, Ч. Алғашқы сабақтардан бастап өткен әріптерді толығымен тағы қайталайық. К, Н, Д, Л, М, П, С, ың, Ж, Ч.